Сәлем достар, біз аяқ астынан қызымыз екеуміз Дубайдан бір-ақ шықтық. Дубайда қалай ақша үнемдеу керек екенін осы видео барысында айтатын боламын. Қай жерлерге баруға және бармай сыртынан бақылауға болатын лайфхактармен бөлісемін. Біріккен Араб Әмірліктері Араб түбегінде орналасқан. Картадан мына кішкене жерді ғана алады. Біріккен Араб Әмірлігі 7 федеративті әмірліктен тұрады. Астанасы Абу-Даби. 7 әмірлік олар Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Эль-Кайван, Фуджейра, Шарджа. Дубай ең үлкен әмірлігі және ең үлкен қаласы болып табылады. Мұнай мен газ қоры жағынан Дубай мен Абу-Даби бірінші орында осы әмірліктердің ішінен. Әр әмірліктің билік ету формасы ол абсолюттік монархия. Ол дегеніміз мемлекетті тұқым қуалаушылық арқылы. 1900 жылға дейін арабтар теңізден інжу тауып, оны сатып және түйе сатып арқылы күн көрген. 1950 жылы мұнай мен газ тапқаннан кейін жағдайлары жақсы жаққа күрт өзгерген. Біз турагентство арқылы келгендіктен бізді аэропорттан күтіп алып отельге дейін апарып тастады. Отеліміз өте жақсы болды. Іші таза, қызметкерлер сыпайы. Отель 4 жұлдызды. Біз таңертең ерте келгендіктен күтуімізге тура келді. Барлық отельдерде сағат 2-ден бастап орналастыру жүргізіледі. Оған дейін біз супермаркетке бардық. Ақшамызды айыру пунктен ауыстырдық. Аэропорттан біз ауыстырмадық. Неге? Өйткені аэропорттан ешқашан ақша ауыстырмаңыздар. Өйткені бұл жақ тыйымсыз. Араб мемлекетінің валютасы дирхам деп аталады. Нөмірімізге келдік, іші тап-таза, барлық жағдай жасалған, кофе, шай, тефаль, су барлығы бар. Біздің турға таңғы ас кіреді. Таңғы ас шведский стол. Қалағаныңды алып жейсің. Қазандардың ішінде каша, бұқтырылған фасоль, қайнатылған асқабақ, қуырылған жұмыртқа сияқты тамақтар бар. Таңғы астан кейін ең алғашқы біздің саяхатымызды бастадық. Таксимен біз пляжға бардық. Такси пляжға дейін 60 дирхам алды. Бұл пляж атақты Аль-Араб деген отельдің жанында орналасқан. Бұл жерге неге бардық? Өйткені фотоға түскенде артқы фонында Аль-Араб отелі көрініп тұру үшін әдемі фото үшін бардық. Негізі өзіміздің орналасқан отеліміз
тегін автобуспен басқа пляжға апарады. Соған да баруға болады. Дубайда таксимен жүру өте қымбат, өйткені счетчик. Аралары өте алыс бір жерге бару үшін. Сол үшін біз общественный транспорт дейді ғой, сол қалалық транспортпен жүруді шештік. Автобус немесе метро. Біз қазір метроға келе жатырмыз. Метродан болашақтың музейі деген музейге барамыз, мұражайға. Қазір көрсетем барлығын. Біз қазір метроға келе жатырмыз. Метромен жүру өте ыңғайлы. Барлық жерде қайда бару керекен, қайдан шығу керекен стрелка арқылы көрсетілген. Яғни сіз адасып кетпейсіз. Метрода жүруге арналған карталардың 4 түрі бар. Ол ең тиімдісі мына сұры серая карта. Біз өкінішке орай қызыл картамен жүре беріппіз. Ол бізге қымбат болды. Жүргеніміз 6 дирхамнан болды. Егер мына сұры картаны сатып алғанымызда, жүрген бір жолымыз 3 дирхамнан 2 есе аз болушы еді. Emirates Towers station there and the back. Yes. Bize kartımız bakıyor. No, where else? 24. 24? Окей. Подержи. Сколько? Видео снимаю. 24. Ең бірінші вагон әйелдер мен балаларға арналған. Егер еркек кіретін болса, ол вагонға 100 дирхам штраф деп вагонда жазылып тұр. Вагондардың іші таза, кең, жарық. Метро жердің үстінде орналасқан. Қаланы көріп тамашалауыңызға болады. Бұл вагондардың ешқайсында машинист жоқ. Бұл пойыздар машинистсіз жүреді. Робот басқарады. Робот метро өздері тоқтап, өздері ашылып, 3 минут сайын келесісі келіп отырады. Маған қатты ұнағаны метродан сыртқа шықпай, келген жеріңе жабық құрылымдар арқылы өтіп, кете бересің. Барлық жерде кондиционерлер жұмыс жасайды. Сап-салқын барлық жағдайлар жасалған. Мұражайға келдік, бірақ оның ішіне кірмедік, өйткені бағасы өте қымбат болды. Бір адамға 390 дирхам кіру құны. Арзандау билеттер онлайн сатылып кетеді екен. Одан да мынау Дубай рамкасына бардық. Биіктігі 150 метр. Дубай алақандағыдай көрінеді. Кіру құны 53 дирхам. Ол жерде лифтпен жоғары көтеріліп, Дубайды тамашалайсыз. Және жоғары көтерілгенде қабырғалары, полдары әйнектен жасалған. Яғни сіз әйнектің үстімен жүресіз, кішкене қорқынышты бір жағынан. Келесі біздің сапар ол сафари болды. Адам басына 90 дирхам. Үлкен джип машиналармен құмның үстінде серуендеу. Мен өзіме қатты ұнаған жоқ, бірақ қызыма қатты ұнады. Сол ақшаның ішіне әртүрлі шоу бағдарламалар және кешкі ас кіреді.
Ертесінен біз Абу-Дабиге жол тарттық. Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы Абу-Даби. Оған бару үшін метро арқылы Ибн Батута станциясынан түсіп қалдық. Сол жерден Абу-Дабиге баратын автобусқа отырдық. Жол ақысы бір адамға 35 дирхам. Абу-Дабидегі әйгілі шейх Заид атындағы ақ мешітке бардық. Тексеріс өте қатал екен. Мешітте туристер өте көп болды. Және әр жақтан келген туристер. Мешіт өте әдемі, көргенде көзің тоймайды екен. Қарап тұра бергің келеді. Әлемдегі ең үлкен 6 мешіттің ішіне кіретін мешіт болып саналынады. Біріккен Араб Әмірліктерінің астанасы Абу-Дабиде орналасқан. Шейх Заида Ибн Султанның атындағы мешіт. Мешіт 2007 жылы Рамазан айында ашылған екен. Ерекшелігі тек мұсылмандар ғана емес, мұсылман емес халықтар да кіре беруге болады. Кіру бағасы тегін. Мешіттің ішінде өзінің мұражайы болды. Сол мұражайда Құран кітабының алғашқы жазбаларын, ескі жазбаларын көрдік. Өте әсерлі болды. Және де әртүрлі кітаптар араб мемлекетінің тарихы жөнінде жазылған және қызық етіп шығарған кітаптардың үстінен прожектор арқылы түсіп, сол жердегі шыққан жазуларды оқи аласыз. Өте әсерлі болды. Және де ол мешіттің ішінде араб мемлекетінің тарихы, қандай ыдыстарды қолданған, қандай құралдарды қолданған, сол жөніндегі ақпараттар өте көп болды. Ақпараттар ағылшын және араб тілінде болды. Одан шығып біз арабтардың баяғы кездегі тұрған өздерінің ауылдық жерлеріне бардық. Ол жер өте қызық болды. Ол жердегі біз үйлерін көрдік, қандай үйлерде тұрған, және немен айналысқан, қандай қолөнерлермен айналысқан, соларды көрдік. Handmade. Осылай кілем тоқиды екен, карпет. Nice, so nice. Келесі біздің нүктеміз әмірліктердің сарайы, Дворец Эмиратов. Ертеректе президенттік кездесулер, әмірлердің кездесулері осы жерде жүрген. Қазір қонақ үйге айналып кеткен. Бір тәулікке қону 150-160 мың теңгеңізді қағып алады. Ішін көру, аралау, суретке түсу барлығы тегін. Асымыз бен кешкі асымызды отелімізге жақын кафе, ресторандарда тамақтандық. Кейде супермаркеттерден салат, ыстық тамақты сатып алып отельге жеуге болады. Бағалары шамамен
бір ыстық тамақ 25-35 дирхамның көлемінде. Әрине одан да қымбатырақ табуға болады. Түнгі Дубай. Түнде Дубайда адам көп, ине шаншар жер таба алмайсың. Әсіресе Дубай молда. Кешкі сағат 6-дан түнгі 10-ға дейін билейтін су бұрқақтардың жұмыстары басталады. Өте тамаша және әсерлі. Әлемдегі ең биік ғимарат ол Бурдж-Халифа Дубайда орналасқан. Оның крышаға дейінгі биіктігі 828 метр, ал ең соңғы этажы 584 метрде орналасқан. Оған көтерілу үшін этаж санына байланысты. Егер сіз 100-ші этажға дейін көтерілем десеңіз, онда сізден $90-95 қағып алады. Одан да жоғары көтерілем десеңіз, бағасы да өсе береді. Дубайда бірінші рет болдым. Тағы да келуге мүмкіндік болса, ойланбастан келемін. Өзіме Дубай қатты ұнады. Адамдары сыпайы, сұрақтарыңа күліп жауап береді. Дубай әлемдегі ең қауіпсіз қалалардың қатарына жатады. Видеом ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдыруды, подписаться, батырмасын басып кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.